Biz barысы ел башынан 14.744 баш тірлік қоплатып алдық. Құжатла қарап кеткенде бұл біздің башақ алға неге шешімі, график шешімі екенін құжатлары арттырып тірлік қоплаттылар. Әйінде астағы біздің минуслар көрініп тұра. Шулай ой ішінде біздің қоплату 1170 баш болды, 82 башқа плюс болып тұра ол. Шулай қоплатуына сиыр қамтынаға айырып қарап кеткенде біздің барлық біз 10.593 баш сиыр қоплаты алдық. Узғанға қарата 279 башқа кем болып тұра. Хамында декабрь айына келгенде 817 баш, 50 башқа плюс. Тона қоплаты 4151 баш еді. 191 башқа минус. Ой ішіне келгенде 353 баш, 32 башқа плюс болып тұра. Біздің енді сиыр қоплатыны анализдап мүмкіндікке қарап анализдап кеткенде біздің бұзаулағаннан соң 60-90 күн аралығында бұзаулаған сиыр тона біздің барлығы 12.449 баш еді. Біздің енді барысы қоплатылды 10.593 баш сиыр. Бұл енді біздің район бойынша 1856 баш сиырға қоплатылмады деп айтырға олар. Біздің енді 85% бұл енді нормативта болса да, біздің кейін құжатлар бар. Шулар арасында біздің Нұрбаян 78%, Алға құжалығы 75%, негіз құжалығы 73%. Бұл құжатларға ұстанлардың өзлерінде қарап кетселер, яқшырақ бар еді. Шулай ой ішінде біздің қоплату мүмкіндігі 870 баш еді, 817-сін қоплатылдық 94%. Әйінді құжатларға келгенде Нұр, Саф, Наратлы, Негіз, Алға, Тамыр, Шер құжатлары 60%-тан 40%-та хаттығына қоплата алдылар. Шулай тұтана қоплату мүмкіндігі біздің ой ішіне келгенде, біздің декабрь айында 409 баш біздің қоплату мүмкіндігі бар еді, 353 баш біз тірлік қоплаттық, 56 башқа минус болып тұра. Әйінде біздің ел башынан тоналарға тона қоплатуны есеплеп қарағанда біздің барлығы туып кірген тіші мал 5679 баш еді. Шуны енді 12%-тан алып біз 4998 баш район бойынша тона қоплаттыра мүмкіндік бар еді. Ләкин біз 4151 баш қоплаттық, 747 башқа минус болып тұра. Таблицаға енді көз салсаңыз, біздің енді Ташкент құжалығында 213 баш берілген өзлері берілген тіші туып кірген берілген баш санына қарата біздің 213 баш минус болып тұра. Негіз құжалығы 80 башқа, эконом құжалығы 44 башқа, тон құжалығында 203 башқа кем болып тұра. Тіші мал туып кіра біздің, ләкин қоплатуға хәтлі барып жетермей біздің өле, яғни башқа себептер болып тұра енді. Алдағы таблица біздің өсішлер, 0,2 айлық тірліктер. Біздің барысы 1380 баш есептленеді, соңғы отчетта 765 грамм өсіш алдық. Таблицаға қарап кеткенде біздің эконом тон, Саф, Негіз, Шер, агрофирмалық таныш біздің 800-ден жоғары өсіш алдылар. Ләкин шулар білен бір әттейінді Тамыр, башақ құжатлары 700-ден де кемірек өсіш алдылар. Шулар 2-6 айлық тішілер біздің 1728 баш еді, 803 грамм. Шулай оғанда бұл основной біздің өсіш алатырған уақыт. Біздің енді бұл уақытта біздің 950 граммнан да кем оларға тегішті көр. Әгерде енді біз яқшы сиыр, тонна ясайбыз десек, біздің құжатлар бойынша... 950 ме? Әйе. Мен тегі башқаларын алдатта бітірдім, мына шу 2 таблица, ұстаной, мына шу 2 таблицаны анап бар етім айттым жаңа яқын. Мына шу болса 950 бұрға дейшай майрат. 950 біздің 200 килограмға 6 айға жеткіребіздік, біздің средний 950-ден кем бұра жүштім. Әйе, аннан соң металлға да мүмкін. Мына основной таблицинді егітті. Мына 950-де ойратты, ана мен 850 дедірем. Вот, мына сізге ойда стремиться. Башқа таблица мені керекті ол, 6 айдан жоғарылар керекті ол, мені керек мына 0,2 айлық, 2-6 айлық бұдалар. Әгерде мына онда түшімалдарды біз ана шол айрат еткен 950-ге шығаралап деген тірлікшілік болайын дақтаны үшін. Төп не шушы, негізі тірлікшілігіне, шушы таблица деп білем мені. Вот, давай мына шол, ана шол. Ләніме керек ме енді ойрат, да? Престартер деп бітейінді бізайма? Основной престартер,
нормальный, яхшы пристартер жатсақ, Оғыз, сөт графикларын нормальный сөтнен келесі, жасап, от основной борыш тәлікшілік негізі. Мына шоңап келемін тағын, мына оларға айрым бір не берейміз, деп ойлаймын, білмеймін, мына оның қызықсындар ай, мына таблица менің үшін ең мұхим таблица еді, мына үйгі таблица. Давай тақдимлар беріңіз, жаңа айлар менің бойынша. Ойрат ярам. Так, әйе дальше. Дальше алдағы таблица енді біздің Осы итоговый битин, деймі? Umumiy tablitsa bizning барлығы 8957 баш өсіштірлігі тішімалар шықлана біздің енді орташа өсішке келгенде біздің 798 грамм еді декабрь айында. Енді қоплату айына келгенде біздің 15 айға шықты бұл сан. Бары тек тамыр қожалығына 22 айға қоплату ай келіп шығады. Тамырның тірлігінен де көрінайынан. Тішімаларынан да көре шулай екен. Біздің мақсат айратмында оптимальный. Біздің мақсат 15-16 ай ішінде енді Как бы средний районға біз шықтық келіп шығайым. 15. Ай средний оптимальный. 15. Алға 10 жейді біздің, арал 10 жейді, тошқан 10 жейді. Мына таблица тоже бек мұхим таблица. Ол шунан кетейін дегені 0-2 айлық, 2-6 айлықта стартта ебәт өсіш болса, мана шығабыз енді шулай дайыр. Шулай, бүтін әйбір жұрнан зависті. Hayır, andan gittiğin ne kadar şuma biz olar, şu 2 aylıkta, 6 aylıkta sayılsak, andan yasarga bulayın. Şuna göre, mana şu tablica bu как бы итоги года болып тұрады біздің үшін. 15 средний районын ашатты, оның наряд қожалылар өзігінді қарағыз. Так, әйе. Алдағы таблица біздің бұзу алды. 13.732 баш бұзу алдық. Бұзғаны осы уровень планында тегізләшті ол. Ләкенді бар біздің ұзаңға қарата киім алынған, бұзғаны киім алған құжаттар бар. Біздің тонында 35 баш еді ол. Ташқын құжалы 63 баш, агрофирма автонышта 85 баш, тамыр құжалы 93, софта 98 баш, киімірек бұзу алынды. Шулай бай ішінде біз 1339 баш бұзу алдық, 208-ге плюс еді. Алдағы таблица біздің сиырдан бұзу алды. 4980 баш, 275 башқа минус болды. Шулай ой ішінде 850, 146-ға плюс таблицадан құжатлар өздеріңіздің қарап кетсеңіз еді. Тонна бұзуы біздің 275-ге плюс болды. 4252 тонна бұзу алдық, бұдайымы? Ел бойынша. Шулай бет? Айы. 4252 тонна бұзу. Так, айы. Хам шулай ой ішінде енді 489 баш тонна бұзу алдық. Сиыр бұзуын 100 сиырға нешек бұзу алдық деп қарап кеткенде. 4252 тонна бұзу айма, біз 13 мың бұзу дейбіз, 50% түші дейсек, 6500 боламы. 6500 түші маңнан 4252-сінен біз бұзу алғанымыз отыра. Шулай ресурс жайын. Шулай кіріп шығамыздың. Даже өздері берген түші бұзу туып кірген сан біздің 5600-5800 уровенде біз қарадық. Шунан біз енді топлатуға кірген 4000 результат біздің. Енді Расход көп шамада. Динамикасы бар енді байшандырбады. 2000-ға шығу бұрынша бұрыш қиядыр. 2000 тонна бұзу алсақ шап болады берген мұндар бар енді. Мұны қарап отырып болмай. Мұна бадир ашат 13 бұзу бар. 6000 ярым нашет түші бар болсын. Шunu 4200-нен біз бұзу алдық. Вот шу. Так, әйе. Естерға бұзу алу бай ба? Естерға бұзу алу. Біздің енді ел башына 10996 баш саналған сиырлар бар еді. Біз барлығы 8767 баш сиырдан бұзу алдық. 80% отыр келі біздің ес сиырға. Осыған қарағанда 3 башқа кемірек те болып тұра. Таблицаға қарап кетсеңіз енді Наратлы, О, Шишма, Эконом, Алға, Нұр, Агрофирма, Шишма, Нұрбаян, Аттаныш, Тошқын құжатлары 85% уровень ашыға алдылар. Андан да кеміреклер енді біздің негіз тамыр әнәк баша құжатлары, бұлар 75-тен 70-ге қатлы. Рәкейінді біздің 70-тен де кемірек құжатлар келіп шықты мұна қазір. Тоң 69, Соф 58, Шиялік 56, ол местный тірлігін алсын. Софтан еш олай мұна. Софта сиырлар кемі, хан қотлану, машарылуға қарата біздің шой келіп шықты біздің. 12%-қа ол кеметкен ұзғаныла қарата. Дальше. Ес сиырға тана картөне қарап кетсек, біздің шулай
Etip ketken şartlar boyunca gana bizning 4115 sanabız alındı. 137 prans bo'lib turadi. Endi o'zgan yildan qaraganda bir pransga ortiq. Bunda endi o'zining endi sotib olgan tanalar, shunga bizning 70 pranslar ko'rinib turadi. O shishmada endi o'zining tanasida 50 prans kiritdi, 46 prans burada turishmoq. Agrofirma 41, Olga 38, Enek 38, Agrofirma shishma 37. Mında 35 deymiz mekinde değil mi? 35 prans bizning baribir Bundan keyin bo'ladi deyishdi. keyin bo'ladi deyishdi bizning. Chunki bizning har bir biz olib kirgan sigir, u tona u sigir bo'la olmaydi birinchidan. Bizning baribir 20-30 prans расход hisoblasak, bizning produktimiz bo'yicha biz ana atlar yasasak, bizning qolashaq yerda 28-25% terisi основной yomg'ir sigirni.